Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер, мұғалім. Отырыңдар. Бүгін, балалар, сабақта біз үй тапсырмасын қайталаймыз. Жаңа тақырыппен танысамыз, сөздерді жаттаймыз, сөйлем құрастырып, жұмыс істейміз. Қазір сендермен, балалар, үй тапсырмасын қайталайық. Үй тапсырмасын қайталайық. Қандай сөздер біз өткен сабақта өттік? Қандай сөздер? Класс, окно, поливай. Так, Лера? Сынып, класс, терезе, окно, су, кран, поливай. Жақсы, отыра ғой. Алексей? Сынып, класс, терезе, окно, су, кран, поливай. Жақсы, Нұрали? Терезе, окно, су, кран, поливает, сынып, класс. Жақсы, Адай? Сынып, класс, терезе, окно, Супер. су, кран, поливай. Жақсы, айта ғой, Сұлтан? Класс, сынып, класс, су, кран, наливает. Поливай. Поливает. Терезе? Терезе, окно. Окно, жақсы, Максим? Су, кран, поливает, сынып, класс, терезе, окно. Жақсы, отыра ғой. Богдан? Какой-то поливает, су, окно. Терезе? Терезе, Жақсы, отыра ғой. Тағы кім айтады? Қане? Айта ғой, Ангелина? терезе, окно, терезе, класс, терезе, поливает. Поливай. Жақсы. Үй тапсырмасын тағы да біз қайталап шығамыз сабақтың аяғында, сабақтың болып жатқан кезде. Бұл сөздер бізге жаңа тақырыпта кездеседі. Бүгін сәуірдің 5-і сынып жұмысы, біздің тақырыбымыз бұл ненің суреті. Что за рисунок? Қандай сөйлем? Сұрағылы сөйлем. Вопросительный, да? Дәптерімізді ашамыз, жазу дәптерімізді ашамыз. Жазу дәптерімізді қарайын ашамыз. Ашамыз дәптерлер. Жазамыз. Екі жол түсіреміз де, балалар жазамыз. Лера. Сәуірдің 5-і сынып жұмысы, бұл ненің суреті. Жазамыз. Бұл ненің суреті. Бұл ненің суреті. Жазамыз. Бұл ненің суреті. Hazır. Жаз. Мында қара. Hazır. Мында қара. Жаз. Бұл ненің суреті. Кім жазып болды? Жақсы. Жақсы болды. Бүгін сабақтың тақырыбы бұл ненің суреті. Жаңа сөздер осы сабақта өтетін. Бұл облако, тау, гора, Максим, қоршаған орта,
окружающая среда. Қайталаймыз. Бұлт, тау, қоршаған орта. Жақсы. Қазір жазу дәптерімізді жабамыз, сөздік дәптерін ашамыз да, 3 сөзді жазамыз. Бұлт, тау, қоршаған орта. Жазамыз. Сөздік дәптерін жазамыз. Бұл облако, тау, гора, қоршаған орта, окружающая среда. Окружающая среда. Кім болды? Жақсы. Жазды. Балалар, тақтаға қараңдар. Бұлт – это облако. Тау – гора. А қоршаған орта – окружающая среда. Кім балалар маған айтады? Қоршаған орта деген не? Қоршаған орта деген не? Қоршаған орта. Как переводится, Даша? Қоршаған орта. Қоршаған орта. Как переводится? Окружающая среда. Қоршаған ортаға не жатады? Что относится к окружающей среде? Тағы не жатады? Солнце қалай болады? Күн. Дерево қалай болады? Ағаш. Тағы не жатады? Окружающая среда. Қоршаған ортаға. Это то, что нас окружает. Бәрімізі бізде қоршаған орта. Жақсы балалар. Қазір сендермен жұмыс істейміз. Қоршаған орта. Қазір мен сендерге суреттер беремін. Сендермен сұрақтарға жауап беріп үйренеміз. Қараңдар балалар. Мынау не деген сұраққа жауап береміз. Мынау не деген сұраққа жауап береміз. Глаша, мынау не? Глаша, мынау не? Жақсы отыра ғой. Лера, мынау не? Тау. Рафик, мынау не? Гүл. Келесі сұрақ. Мынау ненің суреті? Тема. Что за рисунок? Мынау ненің суреті? Балалар, Нұрали. Мынау бұлттың суреті. Мынау ненің суреті? Таудың суреті. Мынау ненің суреті? Сұлтан. Мынау гүлдің суреті. Жақсы. Қазір біз дұрыс айттық па, дұрыс айтқан жоқпыз ба? Қазір тексереміз. Мынау біз айттық. Бұлттың суреті. Бұлттың суреті. Мынау бізде гүлдің суреті. Мынау бізде таудың суреті. Таудың суреті. Қане балалар? Таудың суретін алматтық жақсы. Тексереміз. Мынау
мне будете ответить на вопросы. Сұрақтарға жауап бересіңдер. Мынау не? Мынау ненің суреті? Жақсы. Қайталап шығайық. Бұлт. Облако. Тау. Қоршаған орта. Окружающий. Жақсы. Мынау бұлт. Мынау тау. Мынау гүл. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Мынау гүлдің суреті. Жақсы. Қазір 78-ші бетті ашасыңдар балалар. 78-ші бетті ашыңдар. Кітап бойынша. Кітап 78-ші бет ашыңдар. 78-ші бет ашыңдар. Тыныш. 78-ші бетті ашыңдар. Бірінші тапсырма. Оқыңдар. Не істеу керек? Читайте, что нужно сделать. Оқыңдар. Тыныш. Тыныш. Лера, оқы, не істеу керек? Прочитай, что нужно сделать. Оқы. Не істеу керек? Оқы. Сөзді суретпен. Сәйкестіріп жаз. Жақсы отыра қой. Значит, сендерде кітапта мына тапсырма берілген. Тыныш. Мына тапсырма берілген. Сендерде сурет берілген. Мынау не? Мынау не, Нұрали? Тау. Мынау не, Аня? Аржан, мынау не? Мынау бұл. Отыр Нұрали. Мынау не, Мария? Қоян. Мынау не, Алексей? Гүл. Жақсы. Астында сендер сөздер берген. Қоян, гүл, тау, бұлт. Сөздер дұрыс жазылмаған. Сендер реттеп. Бірінші қандай сурет, екінші, үшінші, төртінші. Дәптеріне жазасыңдар. Бірінші тапсырма. Жазыңдар. Жазу дәптеріне. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма. Жазыңдар. Ангелина жаз. Бірінші тапсырма. Тетради. Бас әріппен, қызыл жолдан бас әріппен өтір бойынша сөздерді жазу, артынан нүкте қою. Тақтаға шығады Рафик. Рафик, мына жерге жаз. Бірінші сурет жаз, сосын түсіндіресің. Қалғандарын жазамыз. Мына дос нүктенің үстінде. Тыныш.
Оқы мирасын жай. Тауық. Tavuk, but, koyan, but. Жақсы. Мен указканы көрсетемін. Мынау. Mınav, tavuk, mınav, but. Mınav, koyan, mınav, but. Жақсы райт. Енді орнымен қос бәрісін ауыстыр. Қай жер қоясың? Жазамыз, болды, жазамыз. Мынау гүл айтып отыр. Мынау. Қане тағы бір рет айтып шық. Тағы бір рет айтып шық. Указканы. Мынау. Енді дұрыс айт. Дұрыс жауап. Мынау. Mınav, tavuk, mınav, but. Mınav, koyan, mınav, but. Жақсы Рафик. Отыра қой. Дұрыс па балалар? Дұрыс па? Иә, дұрыс. Біз дұрыс жаздық. Мына тақтаға Рафик дұрыс жазды. Сөздерді орнымен ауыстырды. Дұрыс. Жақсы балалар. Келесі тапсырма. Қазір мен сендерге тақтаға суреттерді береміз, жазып болыңдар. Тақтаға суреттерді береміз, сөздерді береміз, сендер дұрыс жауап бересің. Алдымен 89-шы бетті ашыңдар. 79-шы бетті ашыңдар. 79-шы бет ашыңдар. Кітап бойынша екінші тапсырма. Не істеу керек, Глаша, оқы? Саша söyleyip sever. Жоқ, не істеу керек? Мәтінді оқу. Дұрыс, отыра ғой. Мәтінді оқу. Мәтін дегеніміз не бізде? Текст, рассказ. Оқу – это читать. 1-2 минут берем, оқыңдар. Сосын осы мәтінді аударамыз. Оқыңдар, читайте. Оқимыз, бәріміз оқимыз. Оқимыз. Оқиды маған. Алдымен мен оқып беремін, сосын сендер оқисыңдар, жақсы? Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Бұл қоршаған ортаның суреті. Оқимыз. Алексей оқы. Саша. Бұл қоршаған ортаның суреті. Оқиды маған Нұрали. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті, мынау таудың суреті, бұл қоршаған ортаның суреті. Жақсы отыра ғой. Аида. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті, мынау таудың суреті, бұл қоршаған ортаның суреті. Енді әр адам, әр оқушы оқиды, аударады. Оқиды, аударады. Лера, бірінші сөйлейді. Саша. Саша сурет салады. Аудар.
Облако. Жақсы. Отыра қой. Келесі сөйлем. Келесі сөйлемді маған Мария оқиды. Мынау gaудың суреті. Это рисунок Ну, және тақып болғасын. Кішкене қиналамыз. Тау, гора. Это рисунок. Гори. Жақсы отыра қой. Ақырғы сөйлемді маған оқиды. Оқи қой. Бұл қоршаған ортаның суреті. Қоршаған орта. Жаңа тақып болғасын, тақтаға қарап отырды. Среда. Так, значит, это рисунок. Жақсы отыра қой. Жақсы балалар. Бұл мәтінді оқыдық, аудардық. Енді тізбе оқимыз. Біреуміз бастаймыз, келесіміз аяқтаймыз. Жақсы. Лера баста. Бірінші сөйлем. Аружан екінші сөйлем. Үшінші сөйлем. Азат. Төртінші сөйлем. Оқыңдар. Баста Лера. Читай первый. Потом повторяй. Аружан следующий. Саша. Так, Аружан. Жақсы. Оқы ғой. Блаша. Жақсы. Нұрали баста. Бірінші сөйлем. Аида. Максим. Богдан. Сөйледі. Жақсы балалар. Отырамыз. Қазір сендермен тақтада жұмыс істейміз. Дәптерде жұмыс істейміз. Қазір тақтада сендерде сурет берілген. Әр суреттің қасында сендерде сөздер берілген. Ақ, әдемі, үлкен. Келесі сендерге. Сендер мына сөйлемдерді оқисыңдар, аударасыңдар. Келесі тапсырма. Бірінші мына сөйлемдерді оқу, аудару. Келесі тапсырма. Мынау деген сөз берілген. Мынау. Суретке қарайсыңдар. Суреттердің орнына сөздерді пайдаланып, сөздерді жазасыңдар. Мысалы, басқа сөз алайық. Мынау күн дейсіз, мынау күн әдемі. Бұл үлгі бойынша. Қазір сендер мына тақтадағы сөздерді нетесіңдер. Сөздерді оқыңдар балалар. Ақ. Қалай аударылады? Қалай аударылады балалар? Кім айтады? Қолдарын көтереміз. Султан. Ақ. Белый. Келесі. Әдемі. Нұрали. Красивый. Келесі. Үлкен. Кім айтады? Айта қойын. Үлкен, большой. Енді қандай сұрақ бізде берілген балалар? Қандай сұрақ бізде берілген? Мынау. Сұрақ емес, қандай сөз? Мынау. Қалай аударылады балалар? Мынау. Қалай аударылады? Как переводится это слово? Нұрали отыр. Лера. Мынау. Это. Жақсы. Мынау. Бұл деген сөздер это деп. Қазір біз сөйлем жазамыз. Мынау не? Бұл. Мынау не? Гүл. Жақсы отыра қой. Ақ деген
деймін. Ақ. Как переводится? Белый. Әдемі. Красивый. Красивый. Үлкен, Рафик. Большой. Қазір сендер дәптерлерге жазасыңдар. Осы сөйлемдерді құрастырып. Тақтаға 3 адам шығады. Бірінші, екінші, үшінші сөйлем қоямыз. Мынау бұл, мысалы, нүкте қоямыз. Бұл қандай екен жазамыз. Мынау тау, нүкте, тау қандай екен жазамыз. Жақсы. Дәптерлерімізді ашамыз, жазу дәптерлерімізді ашамыз. Жазыңдар. Екінші тапсырма. Жазды. Екінші тапсырма. Тапсырма. Екінші тапсырма. Жазды. Бірінші сөйлемді. Лера тақтаға шық. Мұнда жазылып тұр. Мынау. Не? Жаз. Бұл. Келеді жазылып. Бұл. Маленький. Нет, мынау жазылып тұр ғой, Лера. Мынау сен жазасың. Бұл. Жаз. Бұл. Басталу. Мынау. Бұл. Міне, бұл қалай жазылады? Жаңа сөз болғасын. Нүкте. Нүкте ғой. Жаз қайтадан. Бұл. Снова пишешь только с большой. Бұл. Посмотрите. Бұл. Бәріміз жазамыз, е. Бәріміз жазамыз, ангелина. Бұл. Қандай бұл? Ақ. Жақсы. Нүкте. Енді оқы. Ангелина. Лера, бірге оқы. Мынау. Переведи. Это облако белое. Жақсы отыра ғой, Лера. Отыра ғой. Келесі. Глаша шық тақтаға. Максим жазамыз. Жаз. Мынау. Нүкте. Жазамыз. Жаза ғой. Оқы. Жоқ. Тау гора. Жақсы. Мынау тау. Жақсы. Келесі сөзді шығады, Нұрали. Жаза ғой. Нүкте. Гүл. Қандай гүл? Әдемі. Нүкте. Оқы. Роза. Это красиво. Жоқ. Оқы. Дұрыс. Роза. Раушан гүл, е? Оқы. Мынау. Жоқ. Мынау. Гүл. Әдемі. Жақсы отыра қоймайды. Жақсы балалар. Тексереміз. Оқимыз тағы бір. Максим оқы. Жақсы отыра қой. Келесі. Келесі. Бағдар. Мынау. Жақсы отыра қой. Жақсы балалар.
Қоршаған орта. Қоршаған орта окружающая среда. Жақсы балалар. Келесі тапсырма кітап бойынша жұмыс істейміз. 79-шы бет. 79-шы бет. 79-шы бетті ашамыз. 79-шы бет. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма. Тыныш, 4-ші тапсырма. Оқыңдар. Не істеу керек? Рахат оқы. Не істеу керек? Прочитай, не істеу керек? Тыныш. Сөйлем құрастыр. Значит, қарашы. Қарашы. Переводится посмотри. Что за рисунок? Вы отвечаете қарашы. И продолжаете предложение. Для этого ол үшін суреттерге қарайсыңдар. Суреттердің атауларын атайсыңдар. Сосын оқимыз, жазамыз. Смотрите рисунок, тогда отгадайте, что там нарисовано. Тыныш. Для себя каждый. Каждый для себя. Максим, смотрите. Тынышталамыз. Суреттерге қараймыз. Атауларын естерімізге түсіреміз. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша сөздер, суреттер бар. Өткен тақырып бойынша сөздер бар. Оқыңдар. Тыныштаңдар, Максим. Максим, оқыңдар. Оқы. Читайте. Каролина, оқыңдар. Так. Қараңдар балалар суретке. Суретке қараңдар. Қазір мен сендерге сұрақ қоям, сендер жауап бересіңдер. Мына бірінші, екінші, үшінші сурет бүгін тақырып бойынша өткен сөздер. Ал мына суреттерді біз өткен сабақтардан қайталаймыз. Түсінікті ме? Осы суреттер бойынша біз сөйлем құрастырамыз. Мынау не? Мынау не? Задаю вопрос, отвечаю. Мынау, Каролина, не? Мынау кім? Бұл. Мынау не? Богдан. Жоқ, мынау. Мен саған мынау не деп сұрақ қойып отырмын. Сен айт, мынау не? Оқы. Тау. Жақсы отыра қой. Алуа, мынау не? Гүл. Жақсы отыра қой. Қолдарымызды қалай көтереміз? Жақсы. Мынау не? Сұлтан. Аю. Жақсы. Мынау не, Азат? Кім айтады? Мынау не? Аружан, мынау не? Рафик, мынау не? Кірпі. Мынау не? Алуа. Қоян. Жақсы. Енді балалар мұндай тапсырма. Ауызша жұмыс істейміз. Жақсы? Сендер үлгі бойынша жазылып тұр кітапты.
4-cü tapsırmağını qarаңдар, 3-4-cü tapsırma. Үлгі. Не жазылып тұр? Мария оқы. Қараш. Үлгі. Қараш мынау гүлдің суреті. Мынау гүлдің суреті. Жақсы, отыра ғой. Сонда сендер әр суретті бағдан жазғанда қарашы деген сөздерді қолданасыңдар. Үлгіде бұлай жазылып тұр. Қарашы. 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 Өтір қойдық. Мынау. Мынау. Мынау не бізде? Мынау тау. Мынау не? Бұлт. Бұлт. Мынау. Бұлттың. Бұлттың. Суреті. Жақсы, Нұрали, отыр. Суреті. Мынау, Каролина, бұлттың суреті. Көздежу. Ауызша жауап береміз. Устно работаем. Жазбаймыз, не пишем. Түсінікті? Қараңдар енді суретке. Мынау не, мынау не, мынау, мынау, мынау не. Сендер алдымен айтасыңдар. Қарашы. Сосын айтасыңдар. Мынау бұлттың суреті. Түсінікті ме? 1 минут берем. Отырыңдар. Ойландар. Қазір тұрасыңдар да жауап бересіңдер. Анита, думай. Ойла, қараңдар. Отыр. Думай, минут. 1 минут. Нұрали. Отырыңыз. Максим. Алексей болды? Жақсы. Ойластырыңдар. Жақсы. Бүгін тақырыбымыз бұл ненің суреті? Что за письмо? Переводится, да? Тема. Так, мен қазір сендерге суреттерді қарап отырам, сендер айтасыңдар. Қарашы. Первое слово должно быть у вас хорошо. Посмотри. Мынау бұлттың суреті. Это рисунок облака. Түсінікті? Жақсы. Нұрали. Қарашы. Қарашы. Айт, қарашы. Қарашы. Мынау бұлттың суреті. Мен жазып қойдым ғой. Келесі. Лера. Қарашы мынау таудың суреті. Жақсы. Жарайсың, отыра ғой. Келесі, Аружан. Қарашы мынау гүлдің суреті. Жақсы, отыра ғой. Келесі, Алексей. Қарашы мынау аюдың суреті. Жақсы, жарайсың. Мына. Рахат. Тұра ғой. Қарашы. Қарашы мынау Кірпіні. Жақсы. Келесі. Султан. Бірінші қандай сөйлейді? Қараш. Қарашы мынау қоянның суреті. Жақсы, отыра ғой, жарайсың. Қазір мен сендерге тағы 1-2 сурет көрсетем, жақсы. Сендер оған айтасыңдар. Тыныш, қолдарыңыз. Қане? Арыстан. Бұл арыстан. Енді сендер қарашы деген сөздерді қолданып айтыңдар. Кім айтады? Қане, Глаша? Қарашы мынау арыстанның суреті. Жақсы. Мынау не? Күн. Жақсы. Келесі сөзді құрастырамыз. Кім айтады? Богдан. Оқы. Қараш. Қарашы Мынау? мынау Ал
Kardeşim manav Nün kunun sureti. sureti Жақсы. Бағдат, қайтала. Қарашы. kardeşim Мынау manav күннің kunun суреті. sureti. Жақсы, отыра ғой. Жақсы балалар. Бүгін сабақта сендермен біз не өттік? Жаңа сөздер өттік. Қандай сөздер? Бұлт, облако, тау, гора, қоршаған орта, окружающая среда. Жақсы балалар. Сендермен қандай, мынау не, мынау ненің суреті деген сұрақтарға жауап берді. Иә балалар? Жақсы. Қазір сендермен сабақта бүгін кім жақсы жұмыс істеді? Үй тапсырмасын береміз. Үй тапсырмасында не істеп келесіңдер, соны бәрісін белгілейміз. Тағы да бар. Сендер суреттер бойынша жұмыс істедіңдер. Қараңдар балалар. Біз айттық, мынау бұлттың суреті дедік, е? Бұлттың суреті. Жалғауы қандай балалар? Жалғауы қандай? Қараңдар. Айдың суретін өткен жоқпыз, келесі сұрақ қойдыңыз. Күннің суреті. Қараңдар балалар, дұрыс қараңдар. Читайте правильно. Келесі. Гүлдің суреті. Қараңдар. Қараңдар балалар. Бұлттың, күннің, гүлдің. Көрдіңдер? Жалғаулары. Нұрали. Тың, нің, дің. Жақсы. Қазір сендермен жақсы. Осы жалғауларды біз жоғары сыныптарда өтеміз. Біз сендермен жай қайталадық. Жақсы балалар. Үй тапсырмасы ашамыз. 79-ші бет, ашылар кітап бойынша. 79-ші бет, екінші тапсырма. Бүгін сабақта жақсы жұмыс істеді. Глаша жақсы жұмыс істеді. Мария жақсы жұмыс істеді. Аида жақсы жұмыс істеді. Өте жақсы. Нұрали өте жақсы жұмыс істеді. Султан бүгін өте жақсы жұмыс істеді. Рахат жақсы жұмыс істеді. Алексей өте жақсы жұмыс істеді. Бізде Максим өте жақсы жұмыс істеді. Богдан өте жақсы жұмыс істеді. Алуа жақсы істеді. Аружан, Лера, Рафик жақсы жұмыс істеді. Осымен балалар бізде сабақ аяқталады, үй тапсырмасы берілді, баға қойылды. Енді сабақ қалай өтті? Жақсы түсінсеңдер көрсетеміз, түсінбесеңдер жартылап түсінсеңдер былай көрсетесіңдер, дым түсінбесеңдер былай көрсетесіңдер. Түсінікті ме? Қане сабақ қалай өтті балалар? Жақсы, бәрін түсіндіңдер. Жақсы. Тұрамыз бәріміз орнымыздан тұрамыз. Сабақ аяқталды. Бәрісіне сау болыңыздар. Келесі тағы да балалар үйде ауызша жұмыс істеп келесіңдер. Үйде сурет салып келесіңдер. Гүлдің суреті.